Ассалаумағалейкум халқым, қалайсыздар? Қош келдіңіздер жұлдызды ақиқатқа. Ал ендеше өзіміздің шындығымызды айтайық. Алданып қалдық. Димаштың әкесі баласының атын жамылған алаяқтар жайлы айтты. Танымал әнші Димаш Құдайбергенов осыдан біраз уақыт бұрын өз атын жамылған алаяқтарының пайда болғанын айтып, өз аузымен айтты. Нартай Аралбайұлына сұхбат берген Қанат Айтбаев ұлының есімін пайдаланған алаяқтардың ісіне пікір. Бағдарлама жүргізушісі Нартай Аралбайұлы әншісі әкесінің ұлыңыз Димаштың тыңдармандарымен өткізген тікелей эфирде пайдаланып, мына жұрттар ақша жинап жатыр екенін айтады деп өтірік ақпарат жариялап қойды. Осы тұрғыда сіздерге алданып қалып едік деп хабарласқан азаматтар жоқ па? Ал Қанат Айдарбаев әзірге ондай шағым түспегенін айтады. Олай хабарласқан азаматтар болған жоқ. Дегенмен қазақта күріштің арқасында көрмек су іштік деген сөз бар ғой. Ол енді паразиттік ұғым деген ғана. Димаштың аты емес, белгілі саясаткерлер де атын қолданып өтірік жарнаманы жасайды. Қазіргі екеуміздің сұхбатымыздың видеосын алып, үстіне мынандай жұртқа ақша аударғаныңызға болды деген сөзді жазып қойдық. Екеуміздің сөйлесіп отырған видео бір эфирді жүргізіп отырғандай болды. Екеумізге де сеніп отырған халық аударма жасауы мүмкін. Бірақ енді әрбір азамат шахандану заманында неше түрлі алаяқтардың болатынын біліп, рас па өтірік пе деген сұрақ қойып, ары қарай әрекет ету керек. Өкінішке орай алаяқтар бар. Ондай алаяқтар болса да бола берсін. Біз үнемі парақшамызда баспасөз беттеріне жарнамалап жатып жүргіземіз. Көңіл ақыл халық көп белгілі танымал адамдардың бейнесі тұрса, соған сенетін кісілер бар. Соның атынан танымал адамдарда бірнеше күннен соң жойылып кеткеннен өтірік парақша ашылып қойылған. Өзінің арасты істеріне жүргізуші асыратындар көп. Сондықтан көзі қырық ағайындыларына мән беріп сақ болуын сұраймыз, дейді Қанат Айтбаев. Сіздерге осы видео ұнаса, тіркеліп, қоңырау жағына баса кетіңіздер.